Сәлем қыздар, бүгінгі мастер-класста этнотақия. Бас өлшемін осы суреттегідей өлшеп аласыздар. Өлшемдерге байланысты радиустарын осы суретте қалдырамын, скринап алыңыздар. Мендегі өлшем 58 см, соған сәйкес келетін радиус 9-8, дәл осылай сызып аламын. Және де 58 см айнала өлшеп белгілеп алыңыздар. Артығын қырқып тастайтын боламыз. Менде 4 см артық қалды. Ортасын тауып алып, мына бөлікті кейін қырқып алып тастайтын боламыз. Осымен тақиямыздың жоғарғы бөлігінің лекаласы дайын. Мен тақиямды екі жақты етіп тігемін, және де лекалама байланысты маталарымды осылай қырқып алдым дайындап. Және де менің тақиям қатайып әдем болып тұру үшін флизелин материалын қолданамын. Флизелиннің жабысқақ бөлігін беттестіріп, яғни матаның теріс жағына флизелиннің жабысқақ жағын беттестіріп, үтікпен үтіктеп аласыздар. Егер флизелинмен бірінші рет жұмыс жасайын деп тұрсаңыз, менің каналымда нақты толық түсіндірмелі мастер-класс бар. Кіріп қарап шықсаңыз болады. Флизелиннің 4 қабатын қолданамын, және де екіге бөліп жабыстырып алдым. Тақиямыздың жанының өлшем бірліктері ұзындығы, ленталарымыздың ұзындығы 58 см, енін 7 см етіп алдым. Негізі енін 8-9 см етіп алсаңыздар әдемі көрінеді. Бірақ егер сіз жіңішке жиек жақсы көретін болсаңыз, онда 5-6 см етіп алғаныңыз дұрыс. Мен тақиямның жанына да 4 қабат флизелин қолдандым. Флизелиннің орнына дублеринді қолдансаңыздар да болады. Онда да тақияңыз әдемі шығады. Дайын лекалаларыма флизелинді жабыстырып алдым. Енді артық маталарын, артық бөліктерін қырқып тастаймыз. Лекалаларымыздың барлығы дайын. Енді тігінге кірісеміз. Ескере кететін жайт, өлшем бірліктеріне мұқият болыңыздар. Кіші немесе үлкен болса, сіздердің тақияларыңыз дұрыс шықпайды. Келесі кезекте жанының материалын оң жағын бір-біріне беттестіріп, шетін тігеміз. Біріктіріп тігіп алғаннан соң, видеода көрсетілгендей қыртыстарын бәрін үтіктейсіздер. Мына бөлігінде тігіп алып, үтікке бір басып аласыздар. Сонда бізде осындай екі түсті лентаның біріккен бөлігі шығуы қажет. Мен тақиямның бір жағын сырып тігемін, сондықтан 4-ке бөліп алдым, теңдей етіп, және де ара қашықтығы 0,5 см болатын сызықтар түсірдім. Сырып тіккен кезде жіпті үзбейсіздер, тек қана лапканы көтеріп, айналдырып тігіп отырасыздар. Тақиямыз әдемі шығу үшін бірінші көктеп аламыз, содан соң барып машинкамен жүргізіп аламыз. Екінші жағында көктеп тігіп, кейін машинкамен жүргіземіз. Кішкене ғана бөлік қалдырыңыздар, оны біз оң жағын айналдырамыз. Тігілмей қалған жерді көктеп тігіп тастаймыз, және де мен қазір тақиямның жанын сырып тігіп шығамын.
Жалпы біздің этнотақиямыздың тігілу жолы осындай. Сіздер әрі қарай моншақтармен, түрлі тастармен безендірсеңіздер болады. Мен осылай қалдырамын. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса комментарий бөліміне қалдырыңыздар. Сіздермен болған Дана. Алда түрлі пайдалы мастер-класстармен бөлісетін боламын. Сондықтан каналыма тіркеліп қойыңыздар.